Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге отбасы банк арқылы қалай соглашение береміз. Кезекке тұрған кісілер, яғни бұрын кезекте кезет деген сайт арқылы тұрған болса, қазір өркен отбасы сайт арқылы кезекке тұратын болды. Сол үшін міндетті түрде согласие жасау керек болады. Өркен отбасы бұрын кезекте түрге арқылы тұрған кісілер ғана өркен отбасына ЭЦП арқылы кіріп, ең бірінші бетте согласияға шығады. Соған птичка қойып, ЭЦП-мен қол қойып жібересіздер. Мына жерде войти деген тұрады. Менде уже кіріп болғаннан кейін адамның аты жөні шығып тұр. Войти деп кіресіз, через ЭЦП кезекте арқылы тұрған, кезекке тұрған адамның атымен кіресіз. Сол кезде ең бірінші бетіне соглашение сұрап тұрады. Согласение на сбор и обработку данных дегенге осыған қол қою міндетті болып жатыр. Да десте экранды кішірейтіп аламыз, көрінбей жатса. И подписаться ЭЦП деп қоясыз. Қайтадан таңдап аламыз. Болды. Осындай пайдалы ақпараттарды бірінші болып білгіңіз келсе, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.